Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балықтың уылдырығын осындай қып-қызыл дәмді етіп қуыру әдісімен бөлісемін. Ең алдымен уылдырығымызды ыдысқа салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырамын, сыртындағы жұқа қабықшасын алып тастау үшін. Жақсылап араластырып, пленкасын бөлек алып аламын. Достар, менің видеом пайдалы болады деген үміттемін. Видеомды соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне қалдырамын. Қажетті сілтемелер қалдырып кетемін. Қажет болса, кіріп көрсеңіздер болады. Әлеуметтік желіде достарыңызбен де бөлісіңіздер. Осылай барлығын араластырып, қажет емес пленкасының барлығын алып болғаннан кейін, үстіне татымына қарай тұзын, қара бұрышын қосып, жақсылап араластырамын. Дәмдеуіштерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Және де бір жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырып аламын. Қажетінше ұн қосатын боламыз. Ұнды аз-аздан осылай қоса отырып, жақсылап араластырамын. Ұндарымыз арасында түйіршік болып қалмау үшін аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Қатты қою да сұйық та болып қалмау керек. Осы кезде газымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Достар, менің видеом ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін маңызды. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ұнымызды жақсылап араластырып алдым. Қызып тұрған майымызға екі беті қызарғанға дейін жақсылап қуырып аламын. Мен балықпен бірге қуырып жатырмын. Балаларға балықтың қылтығы бар деп қорқамыз, сол үшін уылдырықты қуырып беремін. Екі беті қызарғанға дейін қуырып аламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады, достар. Жасап көрсеңіздер болады. Менің видеом ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.